Бүгін сіздерге жер таңдауды көрсетемін. Сол жерді таңдап, сосын лицензиямен жібергенде соған файл ретінде тіркейсіздер. Мысалы, мен Астана маңында іздеймін, сіздер өз аудандарыңызда іздейсіздер. Астана маңында 2 аудан бар, ол деген Целиноград ауданы және Аршалы ауданы. Мен сол Аршалы ауданынан таңдаймын. Аршалы ауданында Астанаға ең жақын Жібек жолы ауылы. Жібек жолы ауылынан алу қиын болады. Кішкене алшақтау, мына жерде 42-ші разъезден қарастырамыз жерді. Мына жерде мына көкпен боялған төртбұрыштар, бұлар тіркелген жерлер, біреудің жерлері. Мысалы, мына жер, мына кадастр нөмірі, осы жер бойынша ақпарат мына жерде шығады. Бұл 24 соток жер для обслуживания жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства дейді. Құқығы жеке меншік екен. Біз енді бұл жерде мына жердің мекен-жайын байқаймыз. Бұл деген кейін керек болады. Және сол жерді көруге мүмкіндік болмаса, Google картасын ашасыз. Мінекей 42-ші разъезд. Міне алдында көрсеткендей бұрыш, жанында көше. Міне осы жерді таңдадым ғой жаңа. Жария кадастр картасынан. Бұл жерде былай байқасаңыз, ештеңе жоқ, ешқандай жеке иеліктер көрініп тұрған жоқ. Ал енді мына жерді принт скрин арқылы суретке басамыз. Сосын оны мына Paint-қа жүктейміз. Сосын сол жерді шекарасын суреттегі құралдармен белгілейміз. Және ол жердің мекен-жайы жоқ. Сол үшін жандағы жердің мекен-жайын қоямыз. Өйткені сіздер арыз жіберген кезде сол жақтағы алушылар, жер комиссиясы және әкімшілік сіздің қай жерді сұрап жатқаныңызды білу керек. Және сызбасын көру керек. Мысалы, бұлай сурет салып көрсетесіз. Елтоқ ауылды мекені 42-ші разъезд, Конституция көшесі 42-ші үйдің сол жағында деп жазып қоясыз. Енді осы файлды сіздер лицензияға тіркейсіздер.